Отбасы хрестоматиясы кітаптарының авторы, публицист Санжар Керімбай облыстық тарихи өлкетану музейінде мәдениет саласының өкілдерімен кездесті. Сондай-ақ музей қорындағы сирек кітаптармен және ақын ойшыл ағартушы Ғұмар Қарашқа арналған залмен танысты. Санжар Керімбай музейдегі Ғұмар Қарашқа арналған залмен танысты. Ғұмар Қараш қазақ баспасөзін қалыптастырушы тұлғалардың бірі. Қазақстан дұрыстық жол секілді газеттер мен мұғалім журналын шығаруға атсалысқан. Ол 20 ғасырдың басында өмір сүрген көрнекті ақын, елдің жарқын болашағын аңсап, сол жолда өмірін сарп еткен қоғам қайраткері. Залда тарихи тұлғаның өмірі мен қызметіне қатысты мол мағлұмат жинақталған. Бұл зал Қазақстан газетінің 115 жылдығына орай ашылды. Қазақстан газеті қазақ даласында шыққан тұңғыш мерзімді басылым. Қазақстан газетінің шығарушыларының қатарында ақын, ойшыл, ағартушы, ұлттық баспасөздің негізін қалаушы, жидашы Ғұмар Қараш. Бұл Ғұмар Қараш ұлт руханияттың жетекшісі залында Ғұмар Қараштың ата тек шежіресінен бастап, білім жолы, бүкейлік зиялылармен, әдебиет айналасы, алашордамен байланысы, еңбектері түгел топтастырылып, музей қорында бар түпнұсқа материалдар, кітабының түпнұсқа жинақтары қойылды. Музей қорында сақталған көне кітаптардың дені 19 ғасырда жарық көрген. Оларды зерделеумен кіші ғылыми қызметкер орынбасар Ахметқали айналысады. 6 тілді еркін меңгерген маман бұған дейін 20-ға жуық сирек кітапты аударып, 200-де қолжазбаның ғылыми сипаттамасын әзірлеген. Қазір осы жұмысты музейде жалғастырып жатыр. Музейдің негізгі қорында және музейдің бөлімдеріне сақталған қосымша қорларда барлығы 200-ден астам кітаптарды қарадық. Кітаптардың басым көпшілігі діни мазмұнды, шариғат кітаптары, Құран кітаптары, сопылық кітаптары бар, араб тілінің грамматикасы. Соның ішінде ерекше діни мазмұнды емес кітаптар да бар. Мысалы, түс жору кітабы бар, сосын жұлдызнама кітабы бар, кулинариялық кітап бар. Кітаптардың басым көпшілігі араб тілінде жазылған. Одан кейін екінші орында татарша кітаптары бар, османша, екі тілді кітаптар бар, арабша, татарша, арабша, түрікше, өзбекше кітаптар бар, ұйғырша, қазақша кітаптар бар. Қазір маман көне кітаптардың каталогын әзірлеуге кіріскен. Маңызды жұмысқа публицист Санжар Керімбай жоғары баға берді. Ерекше менің назарымды аударған, маған қатты әсер еткен нәрсе ол сирек кітаптар қоры. Негізі сирек кітаптар қорын сөйлету деген ол үлкен мемлекеттік стратегия болып есептеледі. Мысалы, Орал сияқты шалғайда жатқан жерде сіз ескі кітаптарды сөйлететін маман ұстау деген ол өте қиын. Біріншіден оларға сіз өкіртіп ақша төлей алмайсыз, екіншіден оның хас шебері, сіз мұндай жерде ұзақ уақыт ұстап отыра алмайсыз. Бірақ ғайыптан тайып сіздердің музейлеріңізге Құдай бақ берген. Егер болашақта сол кітаптардың бәрін сөйлетіп, оның ішіндегі мазмұндардың бәрін қазіргі қазақ тіліне қайтадан редакциялап шығаратын болса, онда мына елдің, жұрттың бәрі, халықтың бәрі, онда 21 ғасырдың экзистенциялық ең үлкен дертіне айналған қуыскеде экзистенциялық вакуум деп айтылатын аурудан тезірек емделіп шығып кетеді. Санжар Керімбай музей ұжымы және сала ардагерлерімен жүздесіп, тарихи жады, рухани құндылықтарды жаңғырту турасында әңгіме өрбітті. Сондай-ақ оқырмандардың сауалдарына жауап қатты. Кездесу соңында публицистке Ғұмар Қараштың шығармашылығы мен өмір жолына арналған 3 томдық тарту етілді. Рауан Дәли, Айбек Маратов, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.